Армысыздар, қадірлі достар. Нұр-Сұлтан қаласындағы ұлттық академиялық кітапханасы әр аптаның жұма күні кешкі сағат 18:00-де елорда жастарын ұлы Абай атамыздың қара сөздерін талқылауға шақырады. Қазіргі кезде бізде Абай туралы тек қана Абай танушылар айту керек, немесе ғалымдар, тарихшылар, ақын, жазушылар айту керек. Басқаларға Абай ауыр тақырып деп қарапайым қазақты Абайдан алшақтататын түсінік қалыптасқан. Біздің ойымызша Абай атамыздың ақылияларын бүкіл қазақ болып тұрмысымызда тұтынуымыз керек. Әсіресе ел болашағы жастар. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз деп Абай атамыздың өзі айтқандай, данышпаннан қалған дана сөздерді кім қалай қабылдайды? Әркім өзінің түйсінгені бойынша талқылауға шақырамыз. Әрине, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла деген Абай атамыздың сөзі де, өзі де қарапайым жұрт үшін жұмбақ екендігі рас. Десек те, жалпы жастар болып, бүкіл ұлт болып, осы жұмбақтың шешімін тапсақ, ұлы халыққа айналарымыз сөзсіз. Сондықтан, қадірлі достар, Руханият ордасы кітапханамызға келіп, жайлы ортада жайланып отырып, ұлы Абай атамыздың қара сөздерін талқылаймыз деген кез келген талапты жастарға есігіміз ашық. Келіңіздер.